Hi my dear, Focus Study ағылшын тілі орталығына қош келдің. Мен Мис Гүлназ, ағылшын тілін саған дұрыс техникалар арқылы үйрететін боламын. Менімен бірге ағылшын тілін оңай әрі жеңіл форматта үйренетін боласың. Өз мақсатыңа қарай үлкен қадам жасағаныңа өте қатты қуаныштымын. Жалпы ағылшын тілін үйрену деген кезде барлығымыздың ойымызға мектеп кездегі отырып алып to be етістіктері, бітпейтін шақтар, past simple, present simple есімізге түседі. Жалпы мен өзімді алайын. Ағылшын тілі мен ОБТ үшін үйреніп бастадым. Ол кезде отырып алып кітаптан тек қана грамматикаларды, бітпейтін шақтарды үйрендім. Сөздік 5000 сөз жаттағаным есімде. Солай ағылшын тілін өте жоғары деңгейде үйрендім. Бас алмай оқып бастадым. ОБТ-дан өте жақсы нәтиже алып, грантқа түстім. Сүлеймен Демирел университетіне. Сол кездегі менің ойым бұл ағылшынды үйрендім. 5000 сөзді білемін, грамматиканы өте жақсы білемін деп, былай уверен болып бардым. Сабаққа бардым, сабақтардың барлығы ағылшын тілінде өтіледі. Ол жерде түсіндім, маған тағы да оқу керектігін. Солай мен 2 жыл тағы да бас көтермей оқыдым. Ағылшын тілінен жаңа кітаптар, жаңа сөздер. И осылай 3 жыл бойы оқып жатқан кезде менде сабақта барлығы ағылшын тілінде өтіледі. Сабақта отырамыз, бізде апай сабақ сұрайды. Сол кезде сұраққа мен жауабын барлығын іштен дайын болып біліп тұрамын. Іште барлығын құрастырып қоям, уже жауабымның барлығы дайын. Айтайын деп жатқан кезде менде сразу ой келеді. Бір сөзді арқама ұстап қалады да, мысалы peace, я? Peace сөзін peace дей ма или pice дей ма? Мүмкін это пик шығар, мүмкін это пике шығар деп менде осындай қорқыныш болатын. Мүмкін мен қазір peace десем, апай маған жоқ, сенікі дұрыс емес, бұл pice болады деп айтады деген, үнемі бірдеңе артқа тартып тұратын мені. Соның барлық қорқыныштарымен арпалысып бітем дегенше, деп қолымды көтерем дегенше уже басқа студент жауап беріп қояды. Солай менің өзімнің уақытым барлығы кетіп қала береді. Солай мен мысалға әр сұрақ қойған кезде өзімнің қорқынышыммен арпалысып отырып ақ, негізі барлық ұпайдан солай ұтылатынмын. Және үйге келемін, жалпы қарап отырам, анализ жасаған кезде неге деген сұрақ болатын да. Мен мысалға грамматиканы тест берген кезде, кітап оқыған кезде өте жақсы оқимын, өте жақсы тесттен жауап аламын да. И дисциплина деген өте жоғары болады. Күнде таңертең өзімен таңертең тұрған адам, таңертең тұрамын, сабақтардың бір қайталап шығамын, кешке жатар кезде тағы бір қайталаймын, грамматиканың барлығын білем, сөздің барлығын жаттағам мысалға да. И өзім оқыған кезде вроде бәрі дұрыс біліп тұрамын. Ал осындай орталықта именно студенттердің алдында сөйлеген кезде менде қорқыныш болады, бірдеңе артқа тартып тұрады. Неге деп сұрақтар мені үнемі мазалайтын. Солай оның жауабын анализ жасау арқылы жауабын анықтап таптым. Оның жауабының барлығы тек қана pronunciation-да екен. Жалпы pronunciation дегеніміз не? Pronunciation туралы естігенбіз ба? Мен сол уақытқа дейін жалпы pronunciation туралы білген жоқпын. Pronunciation дегеніміз, жалпы pronounce дегеннің өзі ағылшын тілінде дыбыстау. Яғни әріптердің дұрыс дыбысталуы, сөздердің дұрыс дыбысталуы. Біз неге бұны білмейміз? Мүмкін сен де білмеуің мүмкін. Это нормально. Мен де білген жоқпын. Жалпы қазақ тілінде мысалы А әріпі А болып дыбысталады, Б әріпі Б болып дыбысталады. Сондықтан бізде бұндай аса дыбысталуға полиция етпейміз. Ал ағылшын тілінде бізде әріпінің өзі 5 түрлі дыбысталады. С әріпінің өзі бірде К, бірде С болып дыбысталады. Сондықтан ағылшын тілінде pronunciation-ның маңыздылығы өте жоғары. Бұны неге біз білмейміз? Өйткені біздің мектепте, университеттерде, курстарда pronunciation-ға ешкім акцент қоймайды. Яғни бізде мектепте білеміз, мен де оқыдым, A, B, C, D, E, F, G алфавит үйретеді, одан кейін хоп дегізеді да сені to be, present simple, past simple шақтарға бүйтіп апарып қойып қояды. Яғни бізде арада байланыс үзіліп кетеді. Мысалы сен өзің A, B, C, D екенін білесің, бірақ текст оқыған кезде, жалпы бір сөзді оқы деген кезде сенде іште қорқыныш болады. Мүмкін ота make бола ма или make бола ма, немесе peace бола ма, pice бола ма деген сияқты, дәл менің қорқынышым сияқты бұл жерде сенде де қорқыныш болуы мүмкін. Это абсолютно нормально. Және де бұл pronunciation-ды үйрену арқылы ол қорқынышыңды өте оп-оңай жеңуге болады. Pronunciation-ды үйреніп фундамент құрып алсаң, өте жақсы, мықты. Ағылшын тілінің 50% үйрендім деп есептесең болады. Өйткені pronunciation-ды уже қалай дұрыс дыбыстауын білесің, өз-өзіңе сенімді болып дыбыстайсың, одан кейін саған қандай грамматика келсе де, қандай сөз келсе де өте оңай қабылданатын болады. Pronunciation үйренудің плюстарын айтып өтейін. Ең бірінші, кез келген сөзді, сөйлемді, текстті дұрыс дыбыстай аласың. Екінші, өз-өзіңе деген сенімділік толық артады. Мен сияқты ешқандай іштен қорқыныш болмайды.
иә. Одан кейінгі ерекшелік, бізде ағылшын тілін айттым ғой, 50%-ын уже жолды өтіп қоясың. 50% өткеннен кейін, главное бізде не? Фундаментті қалыптастырып алсаң, ар жақ қарай уже сенде ағылшын грамматика болсын, вокабуляри болсын, кез келген зат өте оңай сіңімді болады. Төртінші ең маңызды плюсы listening skill, яғни тыңдалым қабілетінің өте жақсы дамуы. Мысалы, шетелге шыққан кезде, native спикермен сөйлескен кезде, сен дұрыс информацияны оған айта аласың, немесе адрес сұраған кезде дұрыс информацияны өзің қабылдай аласың. Сол сияқты өлең айтқан кезде, өлең тыңдаған кезде, фильм қараған кезде, кез келген адаммен сөйлескен кезде дұрыс информацияны қабылдап, сен беретін информацияларды дұрыс жеткізе аласың. Сондықтан pronunciation-ге ой, это алфавит, білемін мен ABC деп қарамай, осознанно қарап, ағылшын тілін үйренудің 50% жолын, понимаешь? 50% жолын үйреніп ал. Саған тек қана сәттілік, алдағы сабақта кездескенше.